Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып математика 115-ші сабақты сіздерге түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, подписать етуіңізді сұранамын. 115-ші сабақ тақырыбымыз бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер. Бірінші есебіміз бөлшектерді өз ретімен жазып, сонда сен ойлаған сөз шығады. Мысалы, мына көгалдандыру шықты. Өз ретімен жазғанда әрбір есептің астына әріптерін жаздым. Жауабы көгалдандыру болды. Екінші есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Бұл жұптық жұмыс ретінде болады. Есінде сақта деген астына мұқият оқып алыңыздар. Екінші есептің А, Ә бөліктері дәл осылай шығады. Жақсылап мұқият түсініп жазып алыңыздар. Үшінші есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Бұл жерде балалардың сенбілікте жүрген суреттері көрсетілген. Енді қанша оқушы сыныптан қатысқаны туралы есепті шығардым. Сенбілікке 4-ші сыныптан 82 оқушы қатысқаны туралы А есепте көрсетілген. Олардың қанша километр жүргені Ә есебінде көрсетілген. 4-ші есеп пайызды бөлшек түрінде жаз деген және есепте деген. Мен сіздерге бұл есепті де жазып көрсетіп ұсынып тұрмын. Міне, есеп осылай шығады. Дәл осылай жазып алыңыздар. 5-ші есепті шығар деген жол бойында отырғызу үшін қанша түп, терек, ағаш, қарағаштың керектігі, қанша көшет отырғызу керектігінің есебін шығардым. Жол бойына отырғызу үшін барлығы 720 көшет әкелінді деп есепті шығардым. 6-ші есеп теңдеулерді шеш деген. Бұл жерде сіздерге 4 теңдеу берілген. Жұптық жұмыс ретінде есеп шығарылады. Мен сіздерге бірінші, екінші теңдеуді шығарып, көрсетіп, ұсынып отырмын. Қалған 2 теңдеуді дәл осылай шығады. Бұл қарапайым теңдеу болып табылады. 7-ші есеп амалдардың орындалу ретін анықта және есепте деген. Бұл топтық жұмыс ретінде орындалады. Балалар 2 топқа немесе 3 топқа бөлініп, есепті дәл осылай шығарып сіздерге көрсетеді. Бұл есепті шығарылу жолымен топта көрсеткен дұрыс. Мен сіздерге нақты жауабымен жазып көрсетіп отырмын. 8-ші есепте зерттеушісін тапсырманы орында деген. Саябақта әрқайсының қанша ағашы бар екені, қарағай, шырша, жүйкенің қанша ағаш бар екенін міне сіздерге көрсетіп есепті шығардым. Есеп ұнаса міндетті түрде комментарий жазып отырыңыздар. 9-ші есеп математикалық күнделікті өмірде тапсырманы орында деген. Бұл жерде күн 10 күн жазылған, өсуі миллиметрмен көрсетілген. Міне 10 күнде 21 миллиметрге өскен екен. Сізге осы диаграммамен көрсетіп, сызба түрінде көрсетіп отырмын. 10-ші есеп үй тапсырмасы ретінде беріледі. Есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Мен сіздерге бұл есепті де шығарып ұсынамын. Есептер ұнаса арнама тіркеліңіз.